Біздің зертханалық жұмысымыз бұлшықет ұлпаларының құрылысын зерттеу. Ең бірінші болып біз бірыңғай салалы ұлпаны микроскоптың астында қараймыз. Микропрепаратты біз орнатамыз. Ары қарай мына жақтан көріну керек ол. Біз қазір ең бірінші болып 80 есе жаңағы микропрепаратты үлкейтіп қарап жатырмыз. Бұл біздің бірыңғай салалы ұлпамыз. Қазір енді екіншісі 160 есе үлкейту болады. Ол бізде бейнеміз микропрепарат уже үлкенірек болып көрініп тұр. Винт арқылы біз фокусты ретке келтірдік. Қазір бейне нақты көрініп тұр. 160 есе үлкейту болып тұр қазір. Және үшінші рет біз одан да көп 640 есе біздің микропрепаратты үлкейтіп қарап жатырмыз. Бұл жақта байқағандарыңыздай біздің бірыңғай салалы ұлпаның ядролары көрініп жатыр. Келесі біздің екінші ұлпамыз бұл көлденең жолақты қаңқа ұлпасы. Бұнда біз микроскоп арқылы үлкейтіп қараймыз. Бекіткіш арқылы бекітіп қойдық микропрепаратты. Енді біз сіздер байқағандай қазір винт арқылы біз фокус нақты көрінетін дей жасадық. Бұл біздің жағы көлденең жолақты қаңқа ұлпасы. Біздің микропрепаратты біз 160 есе үлкейттік бұл жерде. Ал енді біз тура осы микропрепаратты 640 есе үлкейттік. Енді фокус беру арқылы қазір біз бұл ұлпаның да ядроларын байқасақ болады. Бұлай микропрепаратты оңға, солға, үстіге, астыға жылжытып, біз оның бүкіл жерлерін көре аламыз.